Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 130-ші сабақта біз геометриялық фигуралар деген тақырыпты жалғастыратын боламыз. Бірінші есепке қарасақ, бізге сурет берілген, иә? Осы суреттерге сұрақтар қой, олардың біреуінің шешуін жаз дейді. Яғни бірінші вариантында жарысқа 20 ұл, одан 10 қыз кем қатысты дейді. Қанша қыз қатысты деп сұрақ қойсақ болады. Енді осының шешуін алайық. Яғни жарысқа 20 ұл қатысса, одан 10 қыз кем қатысса, 20-дан 10 аламыз, иә? Сонда 10 болады екен. Жауабы 10 қыз қатысты. Енді екінші вариантты қарайық. Жарысқа 20 ұл мен 10 қыз қатысты дейді. Қандай сұрақ қойсақ болады? Барлығы қанша бала қатысты деп сұрасақ болады. Яғни жауабы шешуі 20-ға 10-ды қосамыз, сонда 30 болады. Барлығы 30 бала қатысыпты жарысқа. Енді екінші есепті қарайық. Екінші есепте суретте көрсетілген шаршыны бөкте және аш сызықтар бойынша қи фигуралар құрастыр дейді. Міне, мына шаршы қағазға осылай сызамыз, сосын оны қиямыз және осындай мысықтардың, күлгі мысық, сары мысық және қоянның фигураларын құрастырамыз. Төртінші есепте бізге 4 бұрыш, шаршы және 3 бұрыш фигуралар берілген. Осы фигураларды өзіңнің дәптеріңе салып көр дейді. Яғни бірінші 4 бұрышта қараңдар балалар, 4 тор көз, ал төмен қарай 3 тор көз қылып сызады екенсіңдер. Тура осылай дәптерлеріңе сызып алыңдар. Төртінші есепте теңдеулерді шеш дейді. 3 түрлі теңдеу берілген екен. 16 алу x тең 6, 50 қосу x тең 100, x алу 10 тең 40 деген. Енді бірінші есепті қарайық. 16 алу x тең 6, x-ті табу үшін 16-дан 6-ны аламыз, сонда x-іміз 10-ға тең. Яғни 10-ды қойып көрейік. 16-дан 10-ды алсақ 6-ға тең болады екен. Яғни теңдеудің екі жағы тең. Екінші, 50 алу x тең 100. X тең 100 алынған 50. Енді x-ті табамыз. X-іміз тең 50. 50-50-ді қоссақ 100 екен, теңдеуіміздің екі жағы тең. Үшінші, x алу 10 тең 40. Сонда x-іміз табу үшін 40-қа 10-ды қосамыз, сонда x-іміз 50-ге тең болады. Енді қойып көрейік. 50 алу 10 тең 40. Теңдеуіміздің екі жағы бірдей тең болды, 40 тең 40. Бесінші есепте әрбір үйірмедегі жаттығулардың басталу уақытын қара деді. Стадионға дейінгі жол 1 сағат уақыт алады. Спортшылардың әр қайсысы кешікпеу үшін үйден қаншада шығуы керек дейді. Және де үйірмелердің әр қайсысында жаттығулар көрсетілген уақытта басталады. Содан соң 2 сағаттан кейін аяқталады. Жаттығулардың қаншада аяқталатынын айт деді. Енді біріншісіне қарайық. Біріншісі бізде футбол екен. Футбол 8-де басталады екен. Екінші тұрған ол гимнастика. Гимнастика 9-да басталады екен. Одан 1 сағат алып тастасақ, жолдың 8 сағат қалады. Веложарыс ол 10-да басталады екен. Одан 1 сағат алып тастасақ, 9-да, өйткені 1 сағат жолға кетеді. Теннис 11-де басталады екен. Яғни үйден 10-да шығуымыз керек. Күрес 8-де басталады екен. Үйде 7-де шығу керек. Ал ауыр атлетика 9-да басталады екен. Үйден 8-де шығу керек болады екен. Жүзу сағат 10-да басталады екен, үйден 9-да шығу керек, және волейбол 11-де басталады екен, үйден 10-да шығу керек болады екен. Енді екінші тапсырмада 2 сағаттан кейін бітеді дейді. Енді жаттығулардың аяқталу уақытын айтайық. Футбол сағат 10-да аяқталады, гимнастика сағат 11-де аяқталады, веложарыс 12-де аяқталады, теннис 1-де аяқталады, түскі 1-де, күрес сағат 10-да аяқталады, ауыр атлетика сағат 11-де аяқталады, жүзу 12-де аяқталады, және волейбол сағат 1-де аяқталады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.